жаққа бару керек деген бір пойнт. Одан кейін жұмыс істей келе Монтана университетіне түсуіңіз тоже бір. Егер белгілі деңгейге жетем десең, ең аз дегенде 3000 иероглифті білу керек. Кезінде мақұл мінезіңіз халықтың ретінде қарайшы, халық ретінде. Мінез енді өзгеру мүмкін емес фактор. Ол тула келе ДНК-мен, жаңағы генмен мысалы. Оны ойладым ба жасау керек. Жасағаннан кейін қайтадан сараптамаға салып, оны қайтадан түзетіп, тағы да бір рет жасау. Мысалға, қазір AI, жасанды интеллекттің шарықтау кезеңі, ол әрі қарай дамиды деп ойлаймын, әрі қарай спрос болады деп ойлаймын. Контракт керек жоқ, тек тікелей ақшамен. Ал көрші ал бар. Қазақстаннан шығып, Өзбекстанда жұмыс істеп көрші. Қырғызстанмен әртүрлі бар жерден өзгерістер бар. Оған дайындалу керек, бейімделу керек, бөлек қаржы бөлу керек. Әңгімесі көп. Инвестдала by EA Group. Сәлем достар, сіздермен бірге Инвестдала подкасты. Бүгін бізде қонақта Әділ Нұрғожин деп айтсақ та болады қазақша. Әділ Нұрғожин таныстыра кетсек, Қазақстандағы венчур, Қазақстан инвестицияның негіздің қалаушылардың бірі, жалпы трендтерінің тарихы мол. Кезінде супер ангел болған, оның алдында мемлекет жағы тарапынан да көмектесу форматында болған. Қазір Big Sky Capital венчурлық фондының негізін қалаушысы. Келгеніңізге рахмет аға. Айтып кетейін, Инвестдала подкастының негізгі фокусы қазақ аудиториясында жалпы қазақ жасөспірімдер инвестицияға немесе IT-ге немесе бір даму жолында өзіне ынта алса, сол біздің жеңісіміз деп ойлаймын. Енді жәймендеп бір желіден бастайық. Сіз қай елдің тумасыз, қай жерде оқыдыңыз, сол туралы айтып кетсеңіз, бір жалпы сізді адами тани кетейік. Қаяқтан бастадыңыз бұл жолды? Бастағанда мен негізі осы Алматы қаласының тумасымын. Бас аяғы осы жердікіміз. Ата-анамыз ар жақ тегіміз Баян ауылдікі. Кезінде осында көшіп келген. Алматыдан енді туып өстік. Інім бар, екеуміз, әке-шешем бар, осындамыз. Осында мектепке бардық, осында балабақшаны бітірдік. Екі ортада қаланың ішінде көшіп жүріп, 6-шы сыныптан КТЛ-ға кірдік. Сол жерден өмір басқаша бір траектория алды десе болады. Оны білесіз, оны бөлек бір тәрбие, бөлек бір мәдениет, бөлек бір мүмкіндік ашқан зат біз үшін. Оған әрдайым ризамыз, әрдайым рахметімізді айтамыз. Өйткені көшеде жүрген балаларымыз ғой біз. Ақсайда тұрғанымыз кезінде Жетісуда, басқа жерлерде, қиын жерлер, әртүрлі халықпен бірге. Сол негізін қалап берген, бізге бір траектория берген, білім берген, құндылық берген жер сол. Одан кейін өзгерген басқа мектепке де көштік. Мен жалпы бітірген жоқпын КТЛ-ді. 1 жыл бұрын кетіп қалдым. Одан кейін Казгуға бардым, Қазақ ұлттық мемлекеттік университетте. Бірінші, екінші жыл оқығандай болдық, сосын болды. Сосын басқа жаққа кетіп қалдық. Бір гранттық программамен Америкаға кеттік, одан кейін Қытайға бардық, одан кейін әйтеуір бітірдік ол мемлекеттік оқуда. Екі ортада жұмысқа кірісіп кеттік, екінші курстан бастап мен жұмыс істеп жүрмін жалпы. Көбіне кәсіпке байланысты заттар, бірақ аэропортта жұмыс істегенім болды, Грата деген бір фирмада жұмыс істедім, ол тікелей құқықпен айналысатын бір кезінде үлкен бір компания болған, қазір жағдайын білмеймін не болғандарын. Сонда да жұмыс істедік. Сосын ұлттық биотехнология центр деген болды кезінде. Ол қайда екен, қазір не болып жатқандарын білмеймін. Астанада жалпы. Астанада мен ашылған болатын. Астанада кезінде ашылған. Біздің Алматыдағы ботанический сад соның ішіне кіреді. Тағы да бір-екі қол астындағы тағы да бір ұйымдар бар. Солар осында Алматыда болды. Онда да жұмыс істедім. Одан кейін болашаққа ілініп Монтанаға кеткенмін. Екі ортада Монтанаға барып келдік, одан бұрын 2001-де, 2002-де Монтанада болдым. Ол гранттық программа жүйе кезінде Сорос деген қор болды, ол да қолдады. Екіншісі тікелей ақш-тың мемлекеттік секретариат бар. МИД қой, қазақшасы айтқанда, сыртқы істер министрлігінің астындағы бір бағдарламамен. Екеуіне де түстім, екеуінен де өттім.
сосын таңдағаным сол болды, мемлекетке жақын Мгм. деп барғаным. Монтана штатында 2 қазақ болды, ол кезінде бір қазақ Жәнібек Қарсыбаев деген жігіт, оны бәрі қазір танисыңдар, менің серіктесім, сонда танысқан болатынбыз. 1,5 жылдай сонда болдым. Ол да бір траекторияны бәрін жалпы өмірлік траекторияны өмірлік үлкен бір белес болды мен үшін. Көп нәрсе өзгерді онда. Американы көрді. Мен бір жерде отырмайтын адам негізі. Монтана штатында отырып 25 штатын аралап шыққам. Автобуспен бэкпакинг дейді ғой. Қыдыру мәселесінде ма или? Жоқ, қыдыру. Сол қыдыру. Жалпы Американы көру, білу, өйткені Америка үлкен, әр жерде әртүрлі. Әр жерде халық әртүрлі, ішіндегі демографиясы, ішіндегі салт дәстүрлі әртүрлі, тамақ әртүрлі, тұрған жер әртүрлі, климат деген әртүрлі. Ол бір континент қой, үлкен бір мемлекет. Американың бір шетінен екінші шетіне жету үшін самолетпен 6 сағат ұшу керек. Нью-Йорктен Сан-Францискоға. Дәл солай, егер көлденен кесетін болсан, онда 8 сағат болады. Сиэтлден Флоридаға баратын 8 сағаттық жол. Ал оны салыстыратын болсақ, 8 сағатта мен тікелей Алматыдан Токиоға жете аламын. Екі ортадағы мемлекеттік, сондай үлкен мемлекет. Ол тек қана көлемі жағынан емес, ішіндегі мына мен мәдениеттердің араласу жағынан. Егер оңтүстіктегі испан халқы, латинос халқының мәдениеті көбірек болса, жоғарыдағы ақ нәсілді адамдардың мәдениеті көбірек. Басқа жерлерде тағы да қара нәсілдер бар, оның бәрі аралас қой. Ол телевизорда көргеннен өте қатты айырмашылықтар болады. Сонда сіз енді қайтын ол ақш тақырыбына келмей тұрып, сізде өміріңізде қандай бір құбылмалы пойнт, поворотный моменттердің сіздің Қытайға түсуіңіз, одан кейін қазақ ұлттық университетінде оқыған кезде Қытай мен неге ақшқа барып, сіздің миыңыздағы жаңағы ол жаққа бару керек, көз ашылды дейді ғой, ол жаққа бару керек деген бір пойнт. Одан кейін жұмыс істей келе Монтана университетіне түсуіңіз тоже бір өміріңіздің өзгере өміріңізді өзгерткен бір сәттердің бірі деп ойлаймын. Үлкен бір сәт, үлкен бір уақыт болды. Мен үшін бір белес болды. Бүкіл өмір өзгеріп кетті ғой сол жерде. Сабақты жақсы оқыдыңыз ба? Сабақты жақсы оқыдым, бірақ сабақ мына біздің беріп жатқан университеттердегі білім қызық емес болды да. Мен сосын басқа нәрсемен ілесіп, басқа нәрсемен кіріп кеттім. Көбіне кәсіп, бірақ басқа да мүмкіндік туғанда мен мүмкіндікке иә дейтін адам келем да тәуекелге бел болып жүре беремін. Дәл солай мен Қытайға бардым. Монтанадан кейін мен Қытайға кетіп қалдым. Онда 8 айдай тұрдық, оқыдық. Көбіне Қытай тілі, мен Қытай мәдениетін оқыдым. Оқыдым дегенде енді үлкен бір әңгіме болып тұр. Оқыған жоқпын шынымен. Оқығанда енді басында бір семестр кәдімгідей оқисың. Ол Қытай тілі деген ол 5 мың жылдық не ғой, цивилизация. Оны бір күнде біле алмайсың. Бір кіріп бір шығып үйрене алмайсың. Онда дисциплина керек. Сосын тілдің өзінің қасиеттері, оны отырып бағанағы канжи дейді ғой, иероглифтардың бәрін есте сақтау керек. Егер белгілі деңгейге жетем десең, ең аз дегенде 3000 иероглифті білу керек. Ал оның бірақ жолы бар, оны жаттау керек. Жаттағанда жазу керек. Қолды жаттықтырасың, күнделікті 4 сағат отырасың андағын жазып. Үлкен еңбек талап етеді дейсің. Ол біріншіден, екіншіден осы әбден қызықтыру керек та. Саған қызық болу керек. Андағы қайдан келді, тарихы қандай, қай династияға қандай иероглиф пайда болды, неге мынандай болды. Анау ішіндегі көп қасиеттер бар. Біздің востоковедение факультеті бар. Сондағы балалар сөйтіп үйренеді. Солармен бірге кетіп қалғам. Сосын енді отырдым басында 3 айдай тырысып. Сосын шыдамым бітті. Мынау қызық емес деп. Әйтеуір бітірдім, ол жағын емтихан тапсырдым. Жалпы нәтиже жаман емес. Бір семестрдің көлемінде 4-ші деңгейге жеттім. HSK деген жалпы Қытай тіліндегі деңгей, Қытай тілін деңгейін қабылдау үшін бір емтихан бар. Бір семестр 4-ші деңгейге жеттім. Жаман емес жалпы. Нәтиже жаман емес. Бірақ 3-ші айда мен Қытайды көру керек мақсатымен шығып кеттім қайтадан.
көп жерге бардық, көп қалаларға шарладық. Неге бардым? Шанхайға бардық, Пекинға бардық, Ихаюан деген нені көрдім, Чаңчунға бардым, Великая Китайская стена деген, соның үстіне шығып бардым. Басында болдық, мына жақта ең аяқталған жеріне бардық, Гуанчжоу. Әйтеуір бүкіл Қытайды аралап, мен сөйтіп жалпы тәжірибе арқылы үйренетін адам, мен кітап оқып үйрене алмаймын. Маған қарым-қатынас керек, маған іс керек, жұмыс керек, әрекет керек, сөйтіп үйренетін адам. Соның арқасында бүкіл Қытайды шарлап көрдік. Одан кейін Қытайда жүріп мен ағылшын тілін үйрете бастадым, бір университетке кіріп кеттім. Ол да бір бөлек нәрсе, бірақ қызық болды. Ланчжоу қаласында Шаоши Минзу Даши деген университет бар. Ол Қытайда 56 ұлт тұрады екен. Оның ішінде қазақтарда кіші ұлттар деп есептеледі. Мынау кіші ұлттардың университеті деген бір үлкен университет. 28 мың адам ба, сонда. Олар да бәр жерде сол. 30 мыңнан артық. Сонда ұйғырлар сонда оқиды, Тибеттің халқы сонда оқиды, дұңғандар сонда оқиды, бәрі оқиды сол жерде. Арасында магистратураға қатысатын адамдар мен PhD-ға дайындалып жүрген адамдар бір үлкен группа жасады. 30 шақты адам, олардың бәрін Америкаға дайындауға мақсатымен 3 мұғалім жалдады ағылшын тілінен. Бір канадалық, бір американдық, мен ортасында. Менікі оңай болды, өйткені менікі не туралы болды, мәдениет туралы болды, дәстүр туралы болды, тіл туралы жалпы әңгіме, қалай тұру керек, Американың өмірі қалай өтеді, қандай нәрсеге көңіл бөлу керек, сондай нәрселермен бүкіл cultural exchange lesson деген сондай бір нәрсе болды. Ақшасын жақсы төледім, онда мен общагадан көшіп кеттім, сосын отельге. Қалталай жақсы нәрсе болды, бірақ соның арқасында мына PhD-де оқитын енді жас үлкен адамдармен кездестім, олардың тәжірибесі бар, біріншіден, екіншіден байланыстары бар. Солар арқылы көп нәрсеге кіріп кеттік. Бармайтын жерге, музейге шақырды, үйіне шақырды. Солар арқылы сосын Қытайға барған жеріне олар достар бар, туысқандар бар, соларды звондайды, олар келеді, осындай адам келе жатыр, біздің мұғалім, жасына қарама, қызық адам, олар үйге шақырады. Қазақ сияқты үйге шақырады, тамаққа тойдырады, үйтеді, бүйтеді, астына көлік салады, қасындағы адам болады. Сосын сөйтіп Қытайды көргенде осы адамдардың көмегі зор болды да. Әлде біреумен біз анда-санда хабарласып тұрамыз, ол қазір Америкада миграция етіп қалған адам. Көп қызық тәжірибелер болды. Соның арқасында кішкене Қытай халқын басқаша көрдім. Өйткені бір жерде оқи берсең, бір университеттен шықпай класста отырып берсең, түгеренбейсің деген тұжырымда болды. Оны қабылдадым. Енді ол өз-өзін сосын аяғында дәлелдеді. Менің ойымша жалпы сіздің подходыңыз жақсы да, андай бір қайтсын не жоқ та, бір шектеу жоқ та. Мысалы ақш-та болып келдіңіз, содан кейін Қытайға бардыңыз. Екі бөлек әлем, екі бөлек. Мысалы сіз ақш-та қалып, мысалы Қазақстанға келіп, жоқ мен Қытай бармын деп. Неше тіл білесіз? 5 тіл деп мен санап тұрмын қазір. 5 тіл. 5 тіл деген ол 5 әлем ғой. 5 әр тіл білген сайын сол елдің, сол тілдің несіне кіресіз, миыңыз сол дайменшн қосылады да, тағы бір Қытай тілі. Сізде сол Қытайға барғандықтан, мысалы жаңа дайменшн, менің ойымша сондықтан сізде қазір венчурлда мысалы шектеу жоқ қой негізі армандау керек, көре білу керек, бір қатып қалған қағида жоқ. Мысалы көбінесе бір жаңа нәрсе көрсек, бір ой бар да, қалыптасады, ол дамымайды, ол көрмейді, оған жаңағы көп деген жоқ деген жауап тұрады. Бірақ сізде көре білу арқасында менің ойымша бір күшті стартаптарды потенциалын көре аласыз да. Оны бәрі тәжірибе ретінде қарастырсаң, мен оған эксперимент ретінде қараймын. Экспериментті неғұрлым тез жасап, неғұрлым соғұрлым тез үйренетіндей бір не бар, тұжырым. Сол мен үшін жұмыс істейтін метод. Оны ойладым ба жасау керек, жасағаннан кейін қайтадан сараптамаға салып, оны қайтадан түзетіп, тағы да бір рет жасау керек. Болды, бірақ нәрсе бар, мен үшін бірақ үйренудің тәсілі бар, жасау керек қолмен. Ішіне кірісіп, әрекет керек. Сөзбен көп нәрсе бітірмейді, кітаппен көп нәрсе.
жасап жүріп кітап оқуға болады дәл сол уақытта. Өзіне керекті материал, өзіне керекті проблеманы шешу үшін дәл сол туралы жазған кітаптарды дәл сол уақытта оқыған пайдалы деп ойлаймын. Егер оған қазіргі кездегі қолының астында жасап тұрған әрекетке ешқандай тікелей пайдасы болмаса, онда мен оны оқымаймын. Өйткені пайдасы жоқ. Дәл қазір applicable деген сөз бар ғой. Прикладной орысшасы. Қолмен жасап дәл қазір пайдасы десе, сонда қызық. Келсем. Ол бірақ мінезде бар шығар. Мінез сондай. Осыда менде сұрақ сізде, ол туыла біткен бір іштей қағидалар ма, немесе өмірге келе қалыптасқан бір принциптер, осындай заңдар миыңыздағы? Туыла біткен бір нәрсе бар, ол мінез. Айтады ғой, болар бала боғынан дейді. Мәселе ондай емес, мәселе туғаннан кейін генетика бар, мінез бар, ол адам тұлға ретінде бірден туады деген нәрсеге сенемін мен. Ал соны дамытудың әртүрлі жолдары бар. Соған қосылғанда мына тәжірибенің бәрі, оқудың бәрі, көргеннің, татқаның, дәмнің бәрі бірлесіп бір адамның қалыптастырады. Адам жалпы 20 жасына дейін қалыптасып болды деген адам. Ал одан кейін қалғанның бәрі ол траекторияны жоғарылатады, төмендететін нәрселер. Графикқа қарайтын болсақ, баланы неғұрлым ертерек траекториясын түзетіп алсаң, 1 градус болсын түзетсең, 20 жылда ол жоғары кетіп қалады. Егер ең басында оны түзете алмасаң, ең басында ресурс бермесең, жүре береді, одан кейін жоғарылату үшін адамды сындыру керек. Адамның мінезін сыну керек, бір нәрсе кризис болу керек та, дағдарыс болу керек. Онда адам өзгереді, жолы өзгереді. Сондықтан кішігірім кризис постоянно болу керек та адамда. Кішігірім кризистер системаның тұрақтылығын жасау, тұрақты бір система жасау үшін оны әрдайым дағдарыстан шығарту керек постоянно. Оны Жапонияда көресің күнде. Өйткені күн сайын жел сілкінісі болып тұрады. Олар оған үйренген, дұрыс па? Бірақ ең үйренгені оның ішінде ар жағында жатқан бір жүйе бар. Әбден қайталана берген жаттығу жасаған, не болса да олар біледі қалай жасайтынын. Не болса да өз-өзін қалай ұстайтынын біледі. Қандай дағдарыс болса, қандай ержеге жасау керек, қандай ресурстар бар. Үйрете береді. Аяғында ол 1 буын өтті, 2 буын өтті, мінез қалыптасады. Халықтың мінезі қалыптасты. Сонда еңбектен шаршамайды, өйткені біледі. Бүгін бағанағы үйлер жанады, құриды, тағы да бір нәрсе. Ешкім үндемей андағын тазалай бастайды. Келесі күні жаңа иіс салына бастады. Ешкім тоқтатпай, жыламайды, күйземейді. Қайттан жиналды ма, қайттан бастайды. Оны біледі, солай болады, қабылдады, жаңадан бастады. Жаңа мүмкіндік деп қарастырады да, жүре береді. Оны ұлттық подсознание деп қабылдасақ болады ма? Ұлттық бір болады, ол қалыптасады. Халықтың да мінезі қалыптасады. Халықтың дамуында, елдің дамуында бір траекториясы бар. Оған әсер ететін үлкен факторлар бар. Дәл адам сияқты ғой. Халық деген не ол? Адамдардың жиынтығы ғой. Болды, сол. Құндылықтар солай қалыптасады. Бәрі бірдей, бірақ қайталану керек. Цикл өтіп, тағы да бір цикл өтіп керек. Адам да солай. Баланы жақсы түсіндіруге болады. Айтып тұрмын ғой, графикпен түсіндірсең, егер дәл қазір бағанағы балаға мен КТЛ-ға түспей қалсам, басқа жаққа кетіп қалсам, Ақсайдағы басқа бір мектепте білсем, мен онда да бір карьера жасайтын едім, бірақ далада, көшедегі карьера. Я бандит болам, я тағы да бір нәрсе болам, я спортқа кетіп қалам. Әйтеуір дамудың бір жолы болатын шығар, я бір жаман нәрсе болуы мүмкін онда көшеде жүрген адам. Себебі ішкі мінезіңіз бар, туыла келген жаңағы қайтсын болады, мінез, бір принциптер бар. Ол сізді жетістікке жетелейді, бірақ жаңағыдай сіз айтқандай градус мүмкіндік, траектория үлкен болмауы мүмкін да, мысалы кезде бір толчок. Әйтеуір бір нәрсесін тозып шығасың ғой, бір нәрсе тренер боласың, үйтесің, бүйтесің, өз амалын табасың, асырайсың. Бірақ бір деңгейде болады, я екінші деңгейде болады, я үшінші деңгейде болады. Оның бәрі балалық кездегі берген мүмкіндік. Бірақ градус қазір 20 градусқа апарады. 20 жастағы 20 градусқа апарады. Сен басқа деңгейде боласың онда. Бірақ градус өзгеріс. График көресің ғой. Бірақ градус мына жерде болды, мына жаққа кетіп қалады. Бір өйткені уақыт
бір жыл 2 жылдық мәселе емес қой, ол мына жақта жоқ именно компаундинг интерест бар ғой мынау Иә, қаржыда, иә, дәл солай жұмыс істейді ол. иә. Дәл солай бүгінгі 1% екінші жылғы уже 1,5% болады. Көбейеді, аяғында градус кішкене көбейеді, сосын тағы да жоғарыда бір уақытта сыйған нәтиже басқаша болады. Сондықтан балаға қазір мүмкіндік берсе өзгеру мүмкін. Бірақ мінез бар әлі. Енді әрине. Иә, ол әрине. адамның өзі тағдыры ең басында солай болады, қабылданған генетика бар, оны түкісе алмайсың. Енді осы жерде бір форматтан кезінде мақұл мінезіңіз халықтың ретінде қарайықшы, халық ретінде мінез енді ол өзгеру мүмкін емес фактор, ол туыла келе ДНК-мен жаңағы генмен мысалы. Одан кейін сол кездегі білім немесе білімге деген фокус 98 жылдан бері аз еді ғой мысалы да. Ол енді көбінесе ата-аналарымыз жұмыста, көбінесе жаңағы бала тәрбиесіне көңіл бөлу емес, тамақ мәселесіне үйде. Иә, ондай ешкім ондай уақыт болған жоқ, ондай мүмкіндік болған жоқ. Балам келіп отыр, сабақ оқы деген. Қазір мысалы былай қарасақ, бәріміз ата-ана ретінде баланың оқуына қазір жеке мемлекет оқу орындары ашылып жатыр, немесе әр ата-ана мысалы отырады да бір туыла келе оған бір роудмап жасап қояды. Ол жақсы нәрсе, ол жақсы. Енді осының жемісі жаңағы сіз айтқандай енді ген өзгерген жоқ, өткен сол адамдардың балалары ғой. Енді оларға бірақ кішкене градусы көтерілуі мүмкін. Енді сіздің ойыңызша осы қағида жұмыс істеуде ме қазіргі жастармен, қазіргі қоғамда? Қазіргі қоғамда ол өзгерісте өтіп отыр. Қазіргі кезде университеттің жалпы бәріне бірдей білім бере алмайды. Иә, әрбір адамға керексіздігін ол өзі белгілеу керек. Қазіргі кезде бұл қағида өзгерістің астында, дағдарыстың астында өтіп отыр. Білім беру жалпы жүйесі. Бірақ мектепте оқу, мектептегі туғызған мүмкіншіліктер бағанағы социум, енді қоғамда тұрғанның құндылықтар, дисциплина, жұмыс істеу білу, сұрақ сұрау білу, критикалық ойлау қабілеттері, бұның бәрі керекті заттар, бұның бәрі күнделікті өмірде де қолданады. Ол керек, оны басқаша дамитын жолдары жоқ, әзірше. Қазіргі кезде кейбір ата-аналар балаларын мектепке бермей үйде үйретеді. Ол да бір шешім, бірақ оған уақыт керек, басқа ресурстар керек. Ондағы әке шешенің жауапкершіліктің бәрі өз мойнына асады деген сөз. Қазіргі кезде мемлекет бар, мемлекеттік жүйе бар, мемлекеттің ішінде мына оқу жүйесі бар. Соған бере салады да, жарайды, біз солай өстік, солай өсе береді деген сөз. Кейбір адамдар үшін бұл шешім жақсы, кейбіреулеріне жараспайды. Қазіргі кезде нарық болып кетті бәрі. Нарықта жауапкершіліктің бәрі тұтынушыда. Оның бәрі сенің тікелей шешімдерің. Өз мойнына қандай жауапкершілік ала аласың, қандай ресурстарың бар, соған байланысты. Сенің таңдауың, сенің таңдауың өзің тұрасың, сосын жауапкершілік те сенен шығады. Балаға қарасты бұны ойлану керек. Балаға қарау керек. Оның жолдары әртүрлі. Менде 4 балам бар, 4 баланың мінезі әртүрлі. Үйрену қабілеттері әртүрлі. Информацияны, ақпаратты қабылдау қабілеттері әртүрлі. Қарым-қатынас орнату қабілеттері әртүрлі. Мінездері әртүрлі. Тұрған тұрысы, жегені, жүргені бәрі әртүрлі. 4 бөлек тұлға бар. Солардың 4-еуіне, әрбіреуіне рецепт басқа болу керек, кілт басқа. Бұл да бір портфолио, стартаптар. Енді жарайды, бұл тақырыптан ауытқылап, мысалы, сізді Қытайда оқыдыңыз, жұмыс істедіңіз. Одан кейін Қазақстанға келіп, Қазақстандағы кәсіби мансабыңыз туралы бір өтіп кетсек, шолу жасасақ. Жалпы мен кәсіпкерлікке жақынмын. Басынан бастап, телефон саттық, үйттік, көп нәрсемен айналыстық. Сондықтан қайтып келгенде бізде болашаққа дәлінген болатын. Монтанада бір магистратураны бітіре тұра бизнес администрейшн ішінде кәсіпкерлік пен қаржы деген мамандық болды, сол екеуін жасадым мен. Монтанада 2005-тен 2007-ке дейін сосын магистратураға бардым. Онда мен бизнес инкубаторда жұмыс істедім. 2005 пен 2007-дің арасында
трекер, қазіргі сөз трекер болады, онда мен консультант болдым. Мгм. Сонда бірақ нәрсемен айналыстым, бағанағы келген стартаптарды көмектесу, оларға белгілі жүйе беру, бағанағы құрылтайшылармен жұмыс істеу, оларға стратегия жасау, қаржылық стратегиясын жасап, одан кейін бірлесіп фандрейзинг, қаржы тарту мәселесі соңында қалыптасты. Сонда Қазақстанда келгенде мен болған жұмыс мүмкіндіктерін қабылдап бір жерге орнықтым. Онда Алматы қаржы центр, қаржы орталығы деген бір ұйым болды. Соған келдім. Онда да стратегия мен маркетинг департаментінің бастығы ретінде келдім. Онда да менің мақсаттарым 4 компания құру болды. Басынан бастап. Бизнес планын жазап, бәрін санап. Қазақстанда алғашқы рет рейтингтік агентствоға құрдық онда. Малайзиямен бірлесіп. Ойлаш 2008-де. Сонда Rating Agency of Malaysia деген бір ұйым болды. Олар енді бас аяқты жұмыс істеген. Бұрында S&P-дің нелері, партнерлары болды олар. Басында Moody's-қа бардық, Fitch-қа бардық. Олардың методологиясын сұрады. Олар айтты, бермейміз деді. Жарайды, бермесең бермей қой. Корея, Жапония, Малайзияны бәріне аралап келісім сөздер жүргіздік. Кейін аяғында осы жерден алдық. Бір ұйым құрылды, бір компания ғой андағы. Сосын Академия РФЦ деген болды. Онда Қазақстанда алғашқы рет біз CFA, ICCA, сертификаттардың бәрін жасадық. Сол бірінші рет болды 2008. Сосын тағы да ұйым товарная биржа құрылды. Бірінші рет Қазақстан, ЕТС пен РТС российский. Бәр жерде ол JV ғой, қосылып бірлесе жасаған ұйым, компания. Қарасаң қайтадан сол кәсіпкерліктің ары жақ бер жағы. Одан кейін сол жақтан 1-2 жыл жұмыс істеп инвестицияға көштім 2009-да. Сол 2009-дан кейін мендікі бәрі инвестиция болып кетті аяғында. I2BF-тен бастадыңыз ба? Жоқ, 2009-да мен Самұрық-қазына инвест деген ұйымына бардым. Оның бәрі private equity. Иә, бірақ ол венчурге қатысу. Ол тікелей венчурға қатысы жоқ. Онда Самұрық-қазынаның кезінде жасаған инвестициялар, капиталға ақша салу мәселесі, компанияның даму мәселесі бірдей ғой, венчурлық мен private equity. 2011-де мен уже венчурға көштім. 2011-ден кейін менде болды осы венчурлық инвестициямен. Сол кезінде private equity жағында жұмыс істегеніңізде көмек береді деп ойлаймын. Ол енді механикасы бірдей ғой. Компанияны табасың, оны зерттейсің, ішіндегі проблемасы анау несі бар, оценкасы бар, сосын тікелей капиталға кіресің, сосын оның дамуын қадағалайсың да, сосын шығасың. Жалпы цикл бірдей. Жарайды, енді сіздің кәсіби мансабың тарихыңызда келдік, енді венчурға келдік. Ең қызығы, өзіме де қызығы. Сізді мысалы бәріміз білеміз, Адил десе эксперт, осы саланың профессионалды инвесторы, кезінде ангел ретінде де болдыңыз. Жалпы бұл салаға махаббатыңыз қалай ашылды? Бұл салаға бір іштей осы менің салам деген көзқарас қашан пайда болды? Бағына айтып кеткенде мен кәсіпкерлікке жалпы жақын адаммын, экспериментке жақын адаммын, тәжірибеге жақын адаммын. Оның бәрі қолмен жасалатын нәрселер, әрекет. Маған сондай адамдар ұнайды жалпы, әрекеттің адамдары ұнайды. Сөздің адамдары емес, әрекеттің адамдары, қимылдың адамдары, шешімнің адамдары, тәуекелге бара алатын адамдар, сондай өзіме ұнайтын адамдар. Олардың айтқан әңгімелері қызық, өмірлері қызық. Жасаған қылықтары қызық, мінездері қызық. Сондай адамдарға тартыла бастадым да, өздігімен солай болды, білмеймін қалай келгенімді. Басында солай. Екіншіден мен өзімде кәсіби ретінде көп нәрсеге өзім қаржыда салған болатын, оны жоғалтқан болатын, көптеген тәжірибе жасадық, эксперимент жасадық. 2010-да Жәнібек бағанағы айтып кеткен, Матаныдағы бірге оқыған жігіттің бірі, Жәнібек Қарсыбаев деген жігіт, серіктесім. Серіктесім болғанда екі ортада сол 2010-нан бастап қазірге дейін екеуміз 8 кәсіпке ақша салып, 8 стартап бастап, бүйтіп көп нәрсе жасадық та бірге. Монтанада жүргенде. Монтанада бізде компания емес, бірақ екеуміз біз көп нәрсе жасадық. Қар күредік, екеуміз бірге бір нәрсесін жөндедік,
құрылысқа қатысты ақша керек қой бізде Иә, студент иә. тамақ жоқ не жоқ ақша тез бітіп қалады онда сөйтеді Иә. бір жаққа шықтық Қыдырып енді қоясыздар арасында. қыдырдық иә анда мында кетіп қалады ақша сосын енді онда тамақ та жетіспейді ақша да жетіспейді көп нәрсе жасадық онда неге құрылысқа кірісіп кеттік онда Монтанада бір таныстар болды бұрыннан Белоруссия мен ненің Польшаның ортасында тұратын белорустар болды олар не дейді діндері кішкене ерекше да староверцы деген нәрсе бар енді кезінде Ресейде бір реформа болды осылай шоқынуға болады осылай шоқынуға болмайды деген анау мынау дегенмен осы адамдар коммунистер келгенде репрессияға ұшырады бұлар сосын Америкаға беттеді қашты сондай шіркеулер болды сондай өзінің кішігірім ауылдары бар солармен араласып олар бізге жұмыс берді оны қолмен жұмыс істейтін қара жұмыс қой онда бізде ешқандай специальный мамандығымыз жоқ бірақ ақшасын жақсы төледі біріншіден екіншіден заңсыз төледі бізге контракт керек жоқ тікелей ақшамен төледі бізге де сол керек еді өйткені ақша жоқ сондай бір нәрселер жасадық Жанбек екеуміз көп нәрседен өттік жалпы ол досым менің бұрыннан келе жатқан 2010-да сонда біз бірінші Қазақстанда мүмкін деген бір стартап құрдық осы уақытта мен бір жағынан инвестор ретінде жұмыс істеп жүрмін екіншіден инвестор ретінде ақша саламын көмектесемін бағанағы неге мүмкін деген қай жылдары платформаға 2010-да құрдық 2011-де басталды сол жылда мен мүмкінді бастаған Жанбек екеуміз бастағаннан кейін мен венчурға бірінші алғашқы қадамдарын жасай бастадым 2011-де интервьюдан өттім мені олардың алған себебі де сол мүмкін болды шыны керек айтубиев өйткені мен уже стартап жасадым онда 2011-де біз Делаверден бірінші стартап құрдық Жанбек екеуміз екеуміз жартылай бөлісіп алғашқы ақшаны тарттық мен уже ол процесстен өтіп кеттім пресид сид бағанағы біздің терминдермен айтқанда алғашқы қаржыны тартып та үлгердік онда сонда мен айтубиевқа келгенде мен оларды уже қолымдағы стартап бар екенін түсіндірдім Делавер регистрациядан өткеніміз онда онлайн платформалар жоқ онда тікелей бару керек что жасады ол процесстен өттік нелерін аштық шоттарын оған ақша жинадық алғашқы ангелдардың бәрін аралап ақша бірінші келді онда неше адамдар кірді 25 мың ең көбі ең азы 20 мың бергендер ең көбі 200 мың берген адамдар болды әртүрлі адамдар сол нарықта ма немесе Қазақстанда ма әртүрлі американдықтар ең басында берді бір венгрдің азаматы болды қазақтар берді аяғында бір үндістанның бір азаматы кірді соның кесірінен мен фандрайзинг процесін уже үйреніп қойған болатынмын сейф деген не екенін білдім сонда білдім көп процесстен өтіп кеттім өйткені кәсіпкер ретінде тікелей қатыстым ол жерде мүмкіннің жалпы идеясы LinkedIn деген платформа бар соның копикаты соны копировать еттік бірақ орталық Азияның нарығына деген әңгімемен қазақ тілінде болды алғашқыда 270 мыңдай адам тіркелді оның ішінде бір 80 мыңы бұлай активный юзер болды алғашқы контракттар келді ішінде аламный менеджмент деген модулі болды function онда 2011-де бізде NFC функциясы болды бағанағы адамдар келісесің адаммен кездесесің сосын нетворкинг ивенттерге кіресің біз сонда уже мынаны функцияны жасап қойған болатынбыз өйткені смартфондар жаңа шыға бастады нарыққа бізде онда болды уже ол функция executive search деген болды қазір шығып жатқан нәрселер біз уже жасап қойғанбыз онда сонда командамыз бір-екі қазақтар Украинада Харьков пен Днепрода девелопер болды мен онда бардым оларды таптым олармен соның бәрін уже жасап қойғам айтубиевке келгенде мен жасап жатқан әңгімелерімді просто айттым мен мұның бәрін жасап жатырмын қазір сендерге бұл проблема ма әлде жақсы нәрсе ма жоқ бізге жақсы нәрсе біз сенің офиста отырғаныңызды қаламаймыз сен мүлдем әрдайым жолда болуың керексің сен мүмкіндік бар жерде болуың керексің технология бар жерде болу керексің сенің нетворкің соған қарасты соған байланысты болу керек мына жасап жатқан мен жақсы өйткені стартаптармен тіл табысасың деген бұны жасап қойдық одан кейін Амир Watches деген стартап жасадық мүмкін өлді әйтеуір ақшасы кетті оны өйтті бүйтті ешқайсысын түк те қайтарған жоқ бұл тәуекел стартап деген әңгіме дәл сол бұл циклдан өттік 2012-де ма 2014-те Амир Watches бастадық
екі ортада бұдан бұрын жасаған кәсіпкер оны стартап ретінде қабылдамаймын, сондықтан айтпаймын, бірақ бізде Жәнібек екеумізде басқа компания болды. 2008-де ме, 2007-де бір компания болды, Америкада құрдық. Ол машинаны табу, сатып алу, жіберу болды. Қазақстанда мен оны қабылдадым. Алғашқы рет Хаммерлер келді, есімде ме, үлкен лимузин Хаммерлер. Оларды да алып келдік. Кезінде 2005-те Қазақстанға 40-й Камри бар ғой. Солар келем дегеннің өзінде официальный дилерден алу керек. Бірінші, екінші, ол жерде бәр жерде бір 6-7 айлық не болды, күту болды. Соны қолданып, мен Нью-Йоркқа барып, кіммен бірге, Жәнібекпен бірге, Нью-Джерси, Нью-Йорк, Майамидан сол машиналардың бәрін алып, бер жаққа жіберетінбіз. Сондай да бизнес жасадық. Одан кейін оған запчасти жібердік, тағы да ондай да бизнес болды. Көп нәрсе. Бұл өмірдің несі ғой? Кәсіпкерлігі сол ғой, тәжірибе. Стартаптар өмірі мына жерден басталды, мүмкіннен. Сосын Амир Watches жасадық. Амир Watches'ті алғаш орталық Азиядағы кәсіпкердің арасында алғаш рет Kickstarterға аттандырдық. Kickstarter деген платформа, онда бірлесіп адамдар қаржы салады концепцияға, идеяға. Осындай сағат жасаймыз, бізге осындай дизайн болады, осындай ақша керек, жинадық. 270 мың ақша жинадық сонда Қазақстанда бірінші рет. Сосын Indiegogo деген платформа бар, соның несі бәсеке кірісетіні, оған да жасадық. Оның бәрі осы уақытта бірден болып отыр да. Ешқашан бұл тәжірибе менің күнделікті жұмысыма, инвестицияға кедергі болған жоқ, тек қана дамуымна апарып соқты. Сонда бір нәрсені түсіндім. Егер осылай болса, менің үйренуім қалай оны шоғырландырып, қалай тездетуге болады деген ой туды. Бірақ онда нәрсе бар. Инвестиция салу керек, кәсіпкерлікке қатысу керек, стартапқа. Неғұрлым көп стартаптарға қарасам, соғұрлым тез үйренем деген сондай бір тұжымға келдім. Содан бері 11-ші жылдан бастап мен ангел ретінде, инвестор ретінде тікелей, болмаса қор арқылы ақша сала бастадым, қатыса бастадым. Амир Watches'ті біз саттық, одан пайда тиді, мүмкіннен пайда тиған жоқ, онда ақшам бәрі кетті. Мына машиналар нормально, сосын аутсорсинг бизнес болды. Бағана қолданған украинецтердің бәрін Днепр, Харьков, көбінесе Днепр мен Харьков екі қалада, кішкене Киевта да болды. Біз тағы да бір компания құрдық, Жәнібек екеуміз. Ол компанияны сосын аутсорсинг бизнес құрдық, украинецтерді ар жақтағы үлкен нелерге саттық Америкаға. Екі ортада пайда болды. Содан болды жасады. Көп бітірген, бірақ жақындығым әрдайым ұлғая берді. Біздің бір кісі бар еді, мен атын білмеймін қазір, эксперт ретінде қабылдадық. Дамудың бірнеше жолы бар. Эксперт ретінде даму, ол ағаштармен салыстыратын болсаң, кипарис сияқты. Тамыры өте ұзын, терең кетеді. Жұлып ала алмайсың. Бір нишаға кіріп алады да, тамыры 100 метрлік төмен кетеді. Бұл үйренудің тәсілі. Бұл да эксперттік. Екіншісі, баобаб деген үлкен Африкадағы үлкен не бар, ағаш. Бұның тамыры терең емес, бірақ жан жаққа шұрайды, километрге кетеді, жан жаққа. Сонда екі ағашты салыстыратын болсаң, мен баобаб. Неғұрлым тамырым жетпеген жерге жететін болса, соғұрлым ресурстарым артық, соғұрлым тез үйренемін. Ол жан жаққа кетеді. Және көп. Стартаптардың бизнесінде неғұрлым көп нәрсе көресің, соғұрлым тез үйренесің. Кейстер ғой бәрі. Әрбір компания бөлек кейс, әрбір компания бөлек бір тағдыр. Адам сияқты. Сондықтан мінезімен де келіп тұр, жарасып тұр. Сосын осындай бір ойға келдім. Маған жарасады екен, осыны айланысам, осылай дамайым деп қалдым осында. 2011-ден бастап. 2012-де Чоколайф басталды. Онда мен Рамилмен кездестім бірінші. Ақша салам деген ойым болды. Онда мен өзім ақша жоқ. Мына компаниялардың бәріне салып тастағам, ақша жоқ. Жүрмін. Дамытып. Бірақ мен оны өзімнің ондағы айту-бефтағы қорға айтсам де, айтур кіргізем деп оймен бір жарым жылдай партнерлармен соғысып, дәлелдеумен болдым. Аяғында кіргізген жоқ. Қазақстанның нарығына ешкім сенім болған жоқ. Онда сөйтіп барып мен өз ақшамды салдым.
бірақ онда салғанда уже басқа кәсіптердің бәрін шығарып ақшаны шығарып бүйтіп 2016-да ма сондайда бірінші инвестор ретінде Мұратпен пара-пар ма мұнан бұрын ба әйтеуір ақша салдым. Жалпы Чоконың алғашқы инвестициялардың бірі, иә? Жоқ, оны менен бұрын Demos Capital деген екі жігіт болды. Содан кейін мен келдім. Одан кейін Мұрат келді. Мұраттың ақшасы көбірек болды онда. Ол жасында үлкен кісі ғой. Содан кейін 2019-да шықтық. Ол историяны білесің. Жақсы 4,5x пайда көрдім. Ол бәріне белгілі история. Дәл осы уақытта не болды, Алена жасаған стартап болды. Wi-Fi-ді тарату мақсатымен. Онда мен бірінші инвестор болдым. Қайрат екеу жасап жүрген кез, Қайрат Ахметов екеу жасаған кез, бірінші алғашқы чекті жазғам. Сосын оларды Индигоға шығардық, неге шығардық, Kickstarterға. Как раз оны жасап қойған мен. Бір жыл бұрын Амирвочта жасағам. Дәл сол тәжірибені мына жаққа да жасадық. Олар да ақша жинады. Одан кейін Skybridge деген компания болды. Олар кіргенде мен оларға сатып жібердім. Сөйтіп шығып кеттік қайттан. Онда нормально 4x пайда болды. Үйрене бастадым. Сол уақыттарда примерно үйрене бастадым ақшаны қайтарудың, ақшаны табудың пайдасын. Сол уақытта аппетитіңіз, ішкі азартыңыз қосылды деп айтсақ бола ма? Жаңағы 4x, 5x. Азарт әрдайым болып тұрды, бірақ пайдасын бір нәрсе түсіндім, сабырлық керек. Онда түсіндім. Сонда сол уақыттарда түсіндірдім. Көп жұмыс жасау керек. Онда былай емес қой, инвестор ақшаны салып отыра бермейді. Отчет сұрап. Мен түсінгенім венчурлық ойында онда ақша саласың, бірақ қатысуың керек, көмектесуің керек. Бағанағы кәсіпкердің көптеген басқа нелері бар, сұрақтарына жауабын іздестіруге көмектесу керек, ресурс тарту керек, көп жұмыс жасау керек, атқару керек. Сонда ғана акционер ретінде көретін пайдаң икстармен жоғарылайды. Әйтпесе, егер оны қабылдамасаң, егер осылайша жақын жұмыс демесен, онда пайдан көрмеуі мүмкіндігі кішіретті, алмау мүмкін әбден. Тек қана неге тәуелді боласың да, бағына сәтке басқа нәрселерге. Маған ондай подход ұнамайды. Мен кірісіп кетемін. Енді айта кетсек, сіз ангел инвестор ретінде жаңағы бірінші инвестицияларыңызды бастадыңыз. Чоко болды, одан кейін жаңағы портативный Wi-Fi бұл Power Wi-Fi. Атын қалып тұр, мен де білем. Жалпы инвестицияға кірдіңіз толықтай. Big Sky Capital менің білуімше 2021-22-де ашылды. 21-де ол туралы сіз нарықта айтып жүрдіңіз. Ол ой қайдан келді? Қалай? Не үшін келді? Мысалы, сіз түсіндіңіз, I2BF-ті жасап жүрген кезімде бізде қол астымызда екі қор болды. Біреуін ең басында құрылған қор 50 миллиондық қор болды. Онда 7 инвестиция жасадық біз. 7 инвестиция жасадықта екеуінен жақсы шықтық. Қордың жалпы құрамын бәрін қайтардық, жақсы болды, капиталда бәрі жақсы. Сосын мен тағы да бір қор құрдым. Ол Назарбаев университетінің эндаумент қорымен бірлесіп. Кішігірім қор, онда 5 инвестиция жасадық, біреуінен шықтық, жақсы шықтық. Екеуі болмай қалды, банкрот болып. Тағы да екі компания бар, олар жақсы жағдайда, бәрі дұрыс. 18-ші жылы маған Бәйтеректен адамдар звондап, Бәйтерекке кел деген ұсыныс жасады. Сол 18-де мен өзім серіктестермен сөйлесіп, келісім шартқа қол қойып, олар мені I2BF-тен менің долямды сатып алды. Сөйтіп мен басқа жерден шыға бастадым да мемлекетке жақын жұмысқа келдім мына Бәйтерекке. Бәйтерекке келгенде 3 жылға өзім іштей мақсатым болды, 3 жыл барам. Онда алдында талап тұрған жұмыстар бар, функционалым бар, оны орындаймын, бірақ кіргенде мен тағы да ішінде венчурлық қорлар құрамын деген оймен ондай мақсатпен кірген болатын. Маған сол уақыттағы басшылық сонда мүмкіндік берді. Мына бізге керек жұмысты бітір, өзіне керегін жасай бер деген еркіндік болды менде. Сол үшін әлі де ризамын ол кісілерге. Ол мемлекеттік не болғандықтан, мемлекетке байланысы болғандықтан өзінің бюрократиясы бар, өзінің қиындықтары бар, өзінің ішкі ережелері бар, қиындық туғызатын нәрселері бар. Дегенмен ондай мүмкіндік болды. Идеяның
миыма келген уақыты онда Қазақстанда нарықта ешқандай қаржы болған жоқ. Ангелдарда болған жоқ, шыны керек, ешқандай бизнес ангелдар онда Мұраттан басқа ешкім болған жоқ. Мұраттың жаңа бастаған кезі ондай деңгейде даму сатысы да ондай мүмкіндік туғызған. Сонда ой туды, ал жарайды, бізге менен басқа тағы да қорлар керек. Менен басқа тағы да ангелдік инвестициялар керек. Өйткені бағанағы нарықты дамыту керек. Ол менің мүддем болды, шыны керек. Ол ешқандай адам қатысы жоқ, идеалдарға қатысы жоқ. Просто менің өзім жеке басымның мүддем солмен пара-пар келді. Ал енді оның мен екі тәсілі бар. Күтіп отыра бересің ба, я ішіне кіріп жасайсың. Мен ішіне кіріп жасап кетемін. Бұл сондай мінез бар. Жарайды, мүмкіндік туғызды ма, кірдім. Сол арқылы, бәйтерек арқылы тағы да біз 5 қорға ақша салдық мемлекеттің көмегімен. Неге мемлекетті араластыру керек? Өйткені онда масштаб керек болды бізге. Қаржының тапшылығы біріншіден, екіншіден регуляторикасы, үшіншіден бәрібір мемлекет көшбасшы болу керек еді, көрсету керек еді. Оның ресурстары бар болды. Сол уақытта ешқай жерде ешқандай ресурс жоқ. Мүмкіндікті қолданып өзім білетін Quest Ventures қорды құрдық, одан кейін 500-ға салдық, одан кейін акселераторлық программаны жасадық. Дәл сол уақытта мен Астана Хабтың несінде отырдым. Астана Хаб үстіндегі тағы да бір ұйым болды, Зерде деген. Соның директорлар кеңесінде отырып көмектестім. Астана Хабты жасаған кезде соған қатыстым. Бұл бәрі бір уақытта болып жатқан нәрселер да. Жұмысым бар, жұмыстан тыс мына жерлер, мына жұмыс бар, қоғамдық жұмыс десең де болады, бұның бәрі ешқандай маған қатысы жоқ тікелей. Бірақ көмектесе аласың ба деген сұрақ болды. Көмек болса кірісіп етеді. Соның арқасында Астана Хаб құрылды, соның арқасында қорлар құрылды, экосистема құрыла бастады. Өйткені экосистеманың ең басты қасиеті онда үлкен пазл ғой. Егер бір пазлдың бір бөлігі жұмыс істемесе, онда басқасы да жұмыс істемейді. Бәрі бір-біріне байланысты. Сол пазлды құрастыра бастадық. Тікелей өзім жасаған шаруам бар. Менің ықпалым жеткізген шаруалар бар. Идеяларымды тыңдайтын адамдар болды. Маған ресурс берген адамдар болды. Соның арқасында әйтеуір экосистеманы бастап бердік. Сосын одан шаршадым. 2-3 жыл өтті. Қайттан нарыққа барғым келіп тұрды. Қайттан сделка жасағым келіп тұрды. Қайттан стартаптар. Өйткені өздері туды. Өз-өзіме жұмыс құрдым ғой. Әйтеуір мен болмаған жұмысты өз-өзім үшін экосистема құрдым. Басқалар мен ойлаған жоқпын, шыны керек, маған керек болды. Мен осында тұрам, қалай тұрғым келеді, осылай, мүддем қайда, осы мені қызықтыратын нәрсе. Мынау екі жолы бар. Араласпай күтіп отырасың, араласып тездетесің, тездеттім болды. Басқа ешқандай түкте жоқ мотивация, сол менікі. Ешқандай идеал жоқ, мемлекетке көмектесем, оның бәрі жақсы әңгіме, бірақ өзіме қызық болды. Бұл шындық. Осылай. Шындығыңызға рахмет. Мен ойымша сіз досыңыз жанымен бірге бір жұмыс бірге жасағыңыз келді дейміз сол кезде. Сол жерде онда біз уже жұмыстардың бәрін бітіргендей болдық, әмір-өшті сатып жібердік, бір 3-4 жылда бірге жасаған жоқпыз. Ол өз жолымен кетті, ол үйленді, балалы болды. Менің мұндағы жұмыстарым оған қатысы жоқ, басқа бөлек жұмыс болды. 2018-де мен барғанда мына ойларымды айттым. Ол дәл сол жерде IB подкаст деген подкастты бастап жіберді. Бірінші интервью менен болды. Венчурлық қорлар туралы, әлбетте. Сол туралы әңгімесін бастадым. Үлкен бір подкаст болды яғында. 350 ма сондай нелер болды. Оның бәрі неде Spotify-да болды, Apple-да, неде YouTube-та емес. Сонда қарап отырсың ғой, 2018-де бастап жүрді ол бала. Әрдайым біздің даму уақытынан әлде қайда озық идеялар, әлде қайда потенциалы жоғары, басқа нарықтан келген, көп нәрсе Америкадан келеді ғой бұның бәрі. Бізге жетті, міне жетті. Қанша болды? Қанша жыл арасында қанша жыл өтіп кетті, қараш? 8 жыл. Қанша ма? Бұл бұрын болған нәрсе, оны бастап қойған, жасап отқан әңгіме. Бірінші, сосын мына жұмысты ол мемлекеттік жұмысқа араласқаннан кейін мен
маған звондаған жоқ, өзі шаруаларын бітіре берді. 2021-дің аяғында уже ковидтан шыға бастадық, шаршап кеттік шыны керек ана ковидтан. Өйткені менің жұмысым басқа жерге ауытқып кетті, назарым көбіне ішкі процестерге кетіп қалды. Мына бәйтеректің құрамының астындағы тағы да 9 компания бар, олардың біріктіру, ішіндегі процестерді ретте, оны бәрін IT платформаға өткізу, ол да керемет тәжірибе болды шыны керек. 2020-ның бір жарым жыл соған кетті менің өмірім. Соны түсіну, ананы біріктіру, отырған адам бәрін онлайнға шығару, сосын серверлердің бәрі қалай жұмыс істейтіні қызық, маған ол да қызық болды. Сосын ана мемлекеттер екі ортада апта сайын селекторлық не болады, кеңес болады. Онда үкіметтің жартысы отырады, үкіметтің бәрі отырады. Екі ортадағы байланыс бар, оны орнату керек, ол VPN арқылы жасау керек. Көп нәрсе үйрендім, оны мен білмеймін, оны бұрын. Қалай жұмыс істейтінін да білмеймін. Кірісіп үйреніп кеттік. Сосын бастадық па, ішкі процестерді автоматизацияландыру керек. Сосын жарайды, правление қалай жұмыс істейді. Ешкім жоқ офиста. Офиста ешкім жоқ, бәрі онлайнда. Бүкіл үкімет онлайнда. Оны білесің ғой, ковид қалай болады. Бірақ жұмыс тоқтамайды ғой. Оны бәрібір жүргізу керек. Оның бәрі қағаз жүру керек. Қағаздың бәрін құрттық, оның бәрін онлайнға кетірдік. Сосын мемлекеттің ішінде тарайтын ақпараттың көп емес, біраз бөлігі негізі енді құпия құжаттар, оны көрсетуге болмайды. Оны қадағалау керек. Оған бөлек канал жасау керек. Көп нәрсе үйрендім ананың ішінде, қалай жұмыс істейтінін. Сосын ERP қалай жұмыс істейтінін үйрендім. Амал жоқтан үйрендім, керек нәрсе оны. Сөйтіп өмірім соған кетіп қалды, бірақ шаршап қалдым анаған. Өйткені ол біріншіден қызық емес, жалпы қызық емес. Көбі процесстер, оған детальға кіру керек, үйту керек, жасау керек, білу керек. Архитектурасы бар, анасы бар, мынасы бар. Бірақ көп нәрсені сонда үйрендім. Сонда тағы да үйренгенім, ал мына ақпараттың әрі бер жүргені, мына құжаттардың жүргені, бұның бәрін топтамасы данныйға келеді. Сонда архитектурасын жасадық, бір консультантты тарттық, ал енді мынаны біріктіріп, мына жүрген ақпараттарын біріктіріп, датаға айналдыру мәселесі, бұны сосын сараптамаға салу мәселесі, осыған арнайы инфраструктура құру мәселесі. Сөйтіп соның бәрін бастап кеттім ананың ішінде. Маған мына жағы қызық болды. Енді қызық. Сосын оның үстіне ғана сосын BI системалар келеді. Бағанағы бизнес интеллигенс дейді. Сол системалар қалай жұмыс істейтінін. Өте қызықты әңгіме. Корпоративті өмірдегі IT-дің ықпалы қалай болады, ішкі процестер қалай реттеледі, сосын қандай оптимизация болады, қандай пайда келтіреді, осының бәрін сол уақытта үйрендім. Жақсы тәжірибе болды шыны керек. Сол үшін B2B саласына жоқ, одан да бұрын болды. Мына платформалардың даму қарқыны өте жоғары болды. Платформалар қалай жұмыс істейтінін мен мүмкін стартап арқылы сонда үйрендім. Оларда бір проблема бар. Әр платформа болсын. Екі жақта екі тұтынушыға бірдей пайда келтіру керек, олардың мүдделерін біріктіру керек. Екі жақтан да трафик тарту керек, өте қиын жұмыс. Мен сонда түсінгенім, мен ондайға кіргім келмейді, өйткені шаршап қалдық. Мыналардың артынан жүгіресің, B2 бизнестардың артынан, мына жақтағы мынау халықтың артынан жүгіресің. Екеуін қызықтырудың, олардың мүдделері келісе бермейді. Кейде қарама-қайшы келеді. Мыналарға функционал бөлек, мыналарға басқа функционал керек. Сонда қайсы приоритет болатынын білмейсің. Егер ресурс мынаншама, кішкентай ғана ресурс. Сонда түсінгенім, мен бұндай нәрсеге кіргім келмейді, бұндай нәрсеге B2C-ға барғым келмейді деген бір шешімге келдім. Содан кейін I2B-тегі қорлардың бәрі 2011-ден бастап бәрі B2B болды. Әрқашан. Бірінші қор B2B болды, екінші қор B2B болды, одан құрған қордың бәрі B2B болды. Бизнесқа бизнестен сататын нәрсе. Сосын көргенім I2B-тің ақша салған инвестициялардың арасындағы стартаптар ең тез, ең түсінікті бір жүйелі түрде сатылатындары, ақшаны қайтаратындары бизнесқа сервистер, қызметтер атқаратындар болды. Қалғандары құлдырап кетеді. Ең басты себебі жүгіріп келе жатқанда ақша жетпей қалады. Ақша жақады ондалар.
көп жағады ғой. Өйткені тұтынушылар көп, клиент көп, артынан бәрін қуу керек, ананы отырғызу керек, кіргізу керек, жұмыс істеткізу керек, одан ақша пайда табу керек. Бір цикл бар. Трафик. Оған да төлейсің. Сондықтан оған мен салмайтын болдым. Әлі де сол ұстанымдамын. 2022-де бәйтерек тамамдап, рахметімді айтып жаздым. 2022-де Жанбекке телефон соқтым. WhatsApp арқылы, бауырым қалайсың, не істеп жатырсың, осылай. Мен мына жұмысты бітірдім. Қор бастағалы жатырмын. Келесі сатыға өттік деген әңгіме болды. 2 минутта келісті. Мен амин болды. Әңгімеміз сол біздің. Естідім, болды, мен де барам, болды. Ешқандай да әңгіме бар, екі ортада сенім бар. Үлкен бір дүние бұл, қиын бір дүние. Әр адаммен бола бермейтін нәрсе. Бұл үлкен бір құндылық. Достарым бар, жолдастарым бар, әйелім бар, басқасы бар, туысқандары бар. Бұндай әңгіме әр адаммен болмайды. Біріншіден сенім, екіншіден бір-бірін мотивациялау, үшіншіден мен көп нәрсені оған түсіндірмеймін. Мен А десем, ол уже қалған үлкен бір история қылып тастайды да. Үлкен бір кәдімгі, оның ішінде миында бизнес-план құралады. Мен А дегенде, ол Б-ді айтпайды. Айтуға да керек емес. Түсініп тұрсың ғой. Бұл 20 жылдың жұмысы. Химия, синергия деп ойлаймын. Және бір-біріңізге деген сенім, ол қалай айтсам болады. Сіз оның да бір өзінің карьерлық мансабы бар, сіздіке жатса, бірақ бір үлкен жаңа қадам жасаған кезде сене білу керек қой ол партнеріңа. Неше түрлі сатыдан өттік біз, ақша жоғалттық екеуміз, қиындықтан бірге өттік, ұрысқанымыз да болды, андағы ақшаны бөлісі болды. Бола тұра әңгімеміз тоқтаған емес, дауласқанның өзінде тыңдау қабілетінден айырылған жоқпыз, тыңдадық. Қиыннан өтті, ренжігеніміз болды. Соның өзінде әңгімені жалғастыру керек, соның өзінде диалог құрған жоқ. Андағы үлкен бір нәрсе ғой. Адам мен адам қасиеті. Осы жалпы бизнес те осы. Бизнес пен тек қана адам мен адамның арасындағы қарым-қатынасы осы бизнес. Оның үстіне технология болады, оның үстіне тағазысы болады, бизнес модельдер болады, қосылады, бәрібір адам мен адамның қарым-қатынасы. Соны біле білсең, екі ортадағы динамиканы түсіне білсең, үш фаундер келеді, құрылтайшы, олардың арасындағы динамика. Маған ең қызықты сол, ең бастапқы да сол. Сондықтан мен көп сұрақтар сұраймын. Жағдайын сұраймын, үйленгенін сұраймын, ар жағы тегіс сұраймын, қай жерден келгенін сұраймын, не бітіргенін сұраймын, балалы малы жоқ па, екі ортадағы қарым-қатынас, үйдегі билік кімнің қолында. Оны да сұрайсыз. Оны да сұраймын, сосын қараймын, динамикасын қараймын, қайта әйелі оның үйге шақыра берсе, онда мен әйелімен бизнеске салу керек қой оны ақшаны, өйткені шешім сол жақтан келеді. Жоқ, енді дұрыс, оны бәрі аяғында менің рисктарым. Екі ортадағы динамика, екеуі ажырап жатса, үйде тағы да бір проблема болса, андағы құрылтайшы, фаундер, мен салған бизнестің ақшасын құра тұр, басқасымен айналысады ғой. Уайымы болады, анасы бар, мынасы бар. Әдейі сұраймын ол сұрақтардың бәрін. Ол бірінші ең бастапқы, ол фаундер, ол құрылтайшы. Ал одан кейінгі мәселелер, ол техникалық мәселелер. Оны шешуге болады. Егер жоспарым болса, қолындағы ресурстарым болса, ақшам болса, сосын адами капитал болса. Үшеу ғой соларды қолмен жасайтын адам болу керек. Яғни бір планыңыз, идеяңыз болу деген. Жоспарында болу керек. Енді жаңа Big Sky капитал бірге аштыңыздар. Ашқанда концепциясын құрдыңыздар, сөйлестіңіздер, келістіңіздер. Одан кейін жалпы фандрейзинг сізге процесс қанша ұзақ болды және қаншалықты қиын болды? Қиын болды, өйткені уақытымыз дұрыс болған жоқ. Дәл сол кезде нарық құлады десем де болады. 2021-де жалпы венчурлық индустриядағы салынған қаржының көлемі енді 620 миллиард долларға жетті. Бұл тарихтағы ең жоғарғы көрсеткіш. Жалпы венчурлық индустриядағы салынған ақшаның қаржының көлемі. Бұдан бұрын бұнда ешқашан болған емес. 2000
22 жылы бұл көрсеткіш 60%-ға төмендеді. Бұл жалпы әлем бойынша. Әлемдегі енді ең басты нарық ол ақш. Оларда не болады? Екі ортада 1 жыл саласын ба, 2 саласын ба, басқа жерге жетеді. Сондықтан Америкада не болып жатқан, қандай трендтер болып жатқан, қандай технология шығып жатқанын, қандай стартаптар ақша жинап жатқанын, оның бәрін қадағалап, күнделікті жұмыс, күнделікті функция ретінде қарастыру керек, соны қабылдау керек, солай жұмыс істеу керек. Болмаса қалғаның жасап жатқан жұмыстарының бәрі далбаса болып кетеді. Өйткені бәрібір келеді саған. Келгенде disruption келеді. Disruption деген сөзді мен оны қазақша қалай аударатынын білмеймін. Дағдарысқа ұшататын бір не келеді, мезет келеді, өзі сондай мүмкіндік болады. Бүкіл жұмыс деген қаншама ресурс кеткен нәрсені бір күні бизнес емес шығын болып кетеді да, бір күні. Бұл біздің жұмыстың қарқыны солай. Әр ай сайын жаңа бір жаңалық шығады, жаңа технология шығады, жаңа бір нәрсе шығады. Егер оны сезіп тұрмасаң, оны түсіне білмесең, оны қолдана білмесең, онда бизнестен шығып кетесің, ақшаны жоғалтасың. Қысқасы. Сондықтан сол жылы қиын болды. Өте қиын болды, 6 айдай уақыт кетіп қалды бізге. Мен басында ойлағам, мен шықтым, қолымнан келеді деп. Бірақ бұл процесстен де біз өттік бұрын. Фандрейзинг, мүмкіннен өттік, қиналдық, қаншама, ол жаман, жалпы бір бейшара сияқты барасың ғой, ақша сұрап. Бір ләззат алмайсың одан ешқайсың. Сосын саған бетіне тұрып жоқ дейді ғой. Сонда мен қандай әдемі, менің эгом қандай үлкен, мен қандай дәрежеден келген бір адаммын, қандай кереметпін деп барасында, дәл сол уақытта сені қайттан плинтустың астына түсіреді ғой. Сондай кездесуден бір 370 па кездесу болды бізде. Соның бәрінен өттік. Өттік, ақша жиналды. Бірақ менің ойымдағыдай шыққан жоқ. Мақсатым қойған ақшаны бірден жиналған жоқ. Біраз қиындықпен келді. Бірақ мен оған дайын болдым. Мен де дайын болдым, Жәнбек те дайын болды. Өйткені біз одан өттік уже. Ең қиыны мына психологиялық мәселе. Қандай керемет болсан да, бағанағы адам, ол саған тимеуі мүмкін. Сен туралы әңгіме емес. Жалпы оның жағдайы басқа. Бірақ бағанағы отказ ауыртады ғой андағы. Иә. Ішкі неңізді сындырады деп ойлаймын. Ауыртады, андағы эгоға жаман тиеді ғой сонда. Әсіресе өз-өзінде енді бір керемет деп есептейсің ғой. Мынандай жеттік, мынандай жасадым, мынандай күнделікті бағанағы кездесулер, премьер-министрмен сөйлесесің, министрлермен сөйлесесің, сосын Жәнібек болса ар жақта Фейсбукпен, Амазонмен, үлкен кісілермен қызық нәрселер жасап отырады. Эго уже тасып тұр жан жаққа, ақша бар. Соның бәрін қайттан төмен кеттік қой, сайға түстік. Енді өрлеп бара жатырмыз қайттан тауға шығып. Мен өзімнің ойымды айтып кетсем, сіздер жалпы ол кезде Қазақстанда фондқа ақша жинау, ол қиын дүние тұғын. Қазір мүмкін сіздердің жүрген жолдан кейін жалпы корпораттардың келуі көбейді ғой. Мысалы, сіздер жүріп кеттіңіздер, сіздер келген кейбір есіктер венчур туралы емес, даже бір IT дегенге жақын емес тұғын. Дұрыс айтасың. Жалпы ең басында көшбасшы болу, пионер болу өте қиын. Көп нәрсені, көп уақыт кетеді, көп ресурс кетеді, көбіне ар жағында тұрған серіктесін, я потенциалы бар серіктесін болсын, я инвесторын болсын, я басқа біреу, я клиентін болсын, оқытып кетесің ғой, кәдімгі. Ақпарат беріп, андағыны үйретіп, үйтіп дайындап кетесің кәдімгідей. Сол пассив жасайды ғой, пассив. Сізден кейін менен кейін келді, уже түсінеді, не болғанның, үй жұмысын жасады, ар жағын қазды, зерттеді, түсінгендей бір шешімге қабылды ал жарайды. Содан кейін келгендері уже оңай болады да. Бұл тек қана біздің әңгіме емес, бізбен бірге жасап жатқан көп жігіттер бар ғой. Дегенмен оңай болған жоқ. Бірақ аяғы американдық инвесторлар кіргеннен кейін, сингапурлық инвесторлар, бір малайзиялық инвестор келгеннен кейін, қазақтарға келгенде оңайрақ болды. Біз басында қазақтарға бардық, бір групп жасадық, сосын тоқтаттық та, жарайды, мынау түсінікті, кеттік Америкаға. Америкаға
американдық инвесторлар ақша салғаннан кейін қайттан келіп қайттан әңгімелесті. Жеңіл болды одан кейін, Сол уақытта жеңілдеді. Оларға да уақыт керек ойлануға. Оларды жарайды бір рет айттың, сосын бағана ақпарат бердің, сосын оларды қоя қою керек. Ойлансын. Басқа да адамдар бар ғой, соларға барасың, сосын қайттан сосын бұл процесс ешқашан бітпейді. Стартап үшін де, қорлар үшін де. Ешқашан бітпейтін нәрсе күнделікті тіс тазалау сияқты. Сол деңгейге жеткенде тек қана нәтиже болады. Эгоға әйтеуір шынықтық қой. Енді сіз мандат болады ғой, мысалы бір инвестиционный тезис болады. Сіздің бірінші неңізде мандатыңыз, мен білуімше айтып кетейін, ол жаңағы Юго-Восточный Азия, жаңағы оңтүстік шығыс Азия, ақш және осы регион, біздің жаңағы Центральная Азия, орталық Азия. 3 үй болды. Енді оған мысалы сіздің инвесторларыңыз осы орталық Азиядан, ақштан және Сингапур, Малайзиядан. Сол мәселеде ары қарай перформанс, ары қарай қалай болды? Осы мысалы 2022-де бастасаңыз, 2022-де жинасаңыз. 2022 қараша айында бастадық. Бүгін біз 25-те отырмыз. Арада 2,5 жыл өтті деп айтуға болады. Қазіргі кезде біздің қорымызда 28 компания бар, инвестиция жасаған. Соның арасында 30% мына Қазақстан мен Орта Азия стартаптары, 25-28% не жақ, оңтүстік шығыс Азияда, Сингапур, Малайзия, Индонезия жақтарда. Қалғаны ақшта. Бұның алдын ала біз ойлаған себебіміз бар. Бағанаға айтып атқан әңгіме. Америкада басталады да бәрібір сол нарықтарға келеді. Америкаға салған трендтер бәрібір осы жаққа келеді. Бұл даму сәтілері әрбір нарық өз даму сәтісінен өтеді. Мәселен, Орта Азиядағы болып отқан қазіргі e-commerce-тің қарқынды дамуы осы өткен 3 жыл бұрын, 5 жыл бұрын басталып кеткен шаруа. Бұдан оңтүстік шығыс Азия 5 жыл бұрын өтіп кетті, уже белгілі бір деңгейде қазіргі кезде. Осы екеуін салыстырсаң, одан бұрын e-commerce дамыған Amazon, eBay анауына болған Америкада бұл 20 жыл бұрын өткен нәрсе. Басталған 15 жыл өткен, пиктан өткен нәрсе. Сонда бұл трендтерді сараптамаға салатын болсан, қай жерде не басталатынын білесің. E-commerce кірді ме, артынан финтек ереді екенін білесің, сосын дата данные кіретінін білесің, арбитраж пайда болады да. Өйткені бірден 2-3 нарықтан үйренеміз біз. Біздің бірақ үйрену тәсіліміз бар. Бағанаға айтып кеткен тәжірибе, эксперимент, тікелей сделка, тікелей. Сол жерде ортада болу. Біз үйренетін бірақ қор бар, бірақ көз бар, көз. Ақпараттың көзі, үйрену көзі, ол тікелей стартаптар, тікелей бағанаға ақша салу, сделка, цикл. Егер ішінде болмасан үйрене алмайсың, ол сырттан үйрене алмайтын нәрсе. Неғылым көп жасасан, соғылым тез үйренесің. Сонда біз мына жақтан тезірек үйренеміз, мына жақта саламыз. Екі ортада арбитраж пайда болады. Уақытқа арбитраж, ақшалай арбитраж, инвестиция арбитраж, адами арбитраж. Соның арқасында бағанағы концепция қазір кезде өз-өзін дұрыс екенін дәлелді. 2,5 жыл өтті. Ендігі нәтиже бұлай. Американдық компаниялар мен азиялық компаниялар бірінші нәтижелерін көрсете бастады. Келесі раундтарға тезірек келе бастады. Сонда 28 компанияның 7 компаниясы A раундқа келесі сатыға өтті, ақшалай жинай бастады қайттан. Бұл бір емес бірнеше сигнал береді. Біріншіден, жалпы әлемдік нарық қайтты деген сөз, дағдарыстан шыға бастады деген сөз, жаңа цикл басталды деген сөз. Ақша қайта бастады бұл нарыққа, индустрияға, жалпы венчурлық қорлардың индустриясына қайтадан ақша құйыла бастады. Басталуы да қайтадан Америкадан басталды. Жасанды интеллектке байланысты басында соған ақша көп құйылды, енді басқа да нишаларға кіре бастады. Бұны көріп тұрмыз, мына жақтан көріп тұрмыз. Ендігі кез 1 жылдың көлемінде Қазақстанда A-раундтар жабыла бастайды. Біріншісі көрдің, Hero Journey-ға ақша салынды. Едәуір қаржы ғой, бұрын соңды болмаған нәрсе. Нарықтан 6 миллион, қазір 7 миллионға апарды. 7 миллион қаржы тартты деген сөз.
Бұл компанияның қазіргі кездегі оценкасы 30 миллион болды ма, плюс 7-6 миллион, 37 миллион, 40 миллионға тақап қалды. Бұл ойлашы, ешкім ешқай жерден ұрлаған емес, мемлекеттік контрактта отырған емес, таза ақша, таза нарықтық ақша, екі ортада енді қағаз бойынша, баланс бойынша миллионерлер пайда болды. Керемет қой, 5 жыл болмаған нәрсе ғой, 5 жыл бұрын болған емес бұл. Сол даму сәтінен өтіп келе жатырмыз, жақсы нәрсе, жақсы сигнал. Артан еретін 2 компания бар өзіміздің портфелінде, дайындап отырмыз оларды да, бұйырса күзде көресің нәтижесін. Налар сонда уже жасап қойған нәрсені үйреніп, мына жаққа алып келу, сосын нарықты ашу мәселесі. Бүкіл орталық Азияны алғанның өзінде 80 миллион халық бар. Оның арасында төлеу қабілеті жағынан тек қана Қазақстан кейбір жерлерге пара-пар келеді әлем бойынша. Қалғаны 3000 ВВП-ні шаққанда, адам басына шаққанда, ар жақ бер жағы $3000 ар жақ бер жағы болып тұрады. Қазақстан басқаша, қалғандары сол. Бұл неге әкеледі? Бұл тұтынуға әкеледі. Аяғында клиенттің қалтасында болған ақша, сол ақшаны қалай қызмет арқылы, продукт арқылы иеленуге болады деген мәселе туады. Ал енді 80 миллион, дұрыс па? Оңтүстік шығыс Азияның аумағы Сингапурдан 1,5 сағаттық радиуста ұшатын болсан, 700 миллион халық бар. 700 миллион халық бар. Нарықтың Тоқтаған емес. Жыл сайын 2-3 миллион қосылып отырады. Бізде бірақ 1,5 миллион қосылады. Өзбектеріміз бар, біз бармыз. Өзбектің арқасында негізі, біз емес. Енді қабылдаш, мынау нарық пен мынау нарық. Енді жарайды, қазір қазақстандық стартаптар шыққанда бірінші идея орталық Азияны тезек емдеу. Жарайды, жеткіліксіз андағы аз. Өйткені бір нарық Түркияны алыңдар, 85 миллион болды. Бірақ нарық, бір тіл, бір юрисдикция, бір мемлекет. Мына жерде 5. 5 юрисдикция, 5 тіл. Ал көрші ал бар. Қазақстаннан шығып, Өзбекстанда жұмыс істеп көрші. Қырғызстанмен әртүрлі ғой, бәр жерден өзгерістер бар, оған дайындалу керек, бейімделу керек, бөлек қаржы бөлу керек, әңгімесі көп. Бірақ егер оны жасамайтын болсан, біз өзіміздің қазіргі лидерлік позицияларымызды жоғалтамыз. Мемлекет ретінде, қауым ретінде, ел ретінде, бағанағы стартап индустрия ретінде жоғалтамыз. Сондықтан біздіңге бірақ мәселе бар, айта берем, қайталай берем, біздің фаундерлердің бәрі орталық Азия біздің үйіміз деп қабылдауымыз керек. Қазақстан бір мемлекет, өзбектер жалпы қайдан келсенде ешкімге ешқандай қызық емес әлемде. Мен орталық Азиядан келгем, тегім қазақ. Бірақ менің нарқым орталық Азия. Біз 80 миллион адаммыз деп әңгімені бастау керек. Мына жерде бағанағы Азияда, Америкада одан өткен әңгіме. Оны сен қазақ болсын, өзбек болсын, қырғыз болсын, оларға бәрібір. Оларға қызық та емес оларға. Сондай концепция, ол қазіргі кезде біз жасаған бағанағы қабылдаған стратегия, Big Sky Capital үшін дұрыс қабылдаған стратегия деп сенем. Оны қазір көріп отырмыз. Ол әлде дамиды, әлде жүреді, қалай болатын белгісіз, көреміз, бірақ дәл қазір нәтижелеріміз осындай. Жалпы енді сіздердің тағы бір сұрақ қойсам, бұл бос не тақырыптан ретінде емес, жалпы сіздер айтып кеткеніңіздей B2B форматында бизнес-то-бизнес инвестировать етесіздер. Жалпы нарықтық трендтерге байланысты тезис өзгере ме? Мысалға, қазір AI, жасанды интеллекттің шарықтау кезеңі, ол әрі қарай дамиды деп ойлаймын, әрі қарай спрос болады деп ойлаймын. Сол мәселеде мысалы ішкі тезисті өзгерту немесе әрине тезис өзгермейді, ол B2B қала береді мысалы, қала береді. Бірақ трендке байланысты бір қозғалыс бар ма сізде іштей? Мысалы бар, ол трендтен қалмаға тырысамыз әлбетте. Бағанағы айтып кеткендей, біз ақш-тың нарығын күнделікті мониторинг жасап тұрамыз. Өйткені онда болған құбылыстар бәрібір бүкіл дүние жүзіне әсер болады. Екінші осындай нүкте, ол Қытай, бірақ Қытайды жіберіп алдық.
Мен Қытайда қалғанда 2004-те сонда қалып, сонда үйленіп, сонда қалушы едім. Онда мен бағанағы трендтердің қақ ортасында болдым. Иә. Ал мен кетіп қалдым өз обалым өзіме. Ол нарықты жіберіп алдық біз. Ол бөлек әлем, андағы цивилизация, оны түсіне алмайсың, кіре алмайсың. Оған 10-15 жылдай уақыт керек, инвестиция салу керек, өмірлік инвестиция салу керек та, сонда ғана нәтижесі болады. Ал жарайды, ол жақтан кетіп қалдық. Мына жақтан трендсеттерлер бар, соларға қараймыз. Не болды? Өткен 2 жыл бәрі жасанды интеллект туралы болды әңгіме, дұрыс па? Үлкен хайп болды, бірталай миллиардтап ақша құйылып жатыр сол жақта. Бізге қалай әсер етеді? Қандай мүмкіндіктер туады, қандай шектеулер бар, қандай тәуекел келді, бұның бәрін әрдайым сараптамаға салып отыру керек. 2022-де басталды десем болады, қазіргі хайп. Біз онда ешқандай отырып, онда ешқандай бір концепция көрген жоқ, біз зерттеуде болдық. 2023-те мына хайп қалай өзгереді, қандай нишаларға келеді, үлкен компаниялар, бағанағы 7 компания, Magnificent 7, Nvidia білесің, Facebook, Google, солар трендті қайда қуалап жатыр, қандай алғашқы инвестициялар салынып жатыр, қай жаққа итермелеп жатыр, соны белгілеу болды. 2024-те AI-мен байланысты жасап жатқан нишаларға ақша сала бастадық Америкада. Қазіргі кезде портфельге қарайтын болса, соңғы 6 инвестиция не орталық Азияға, не шығыс Азияға салынған емес, бәрі Америкаға. Неге десен, үлкен құбылыстың ортасынан кішігірім трендтер пайда болады, нишалар пайда болады. Біз соны күтіп отырдық. B2B-да нишалар ең басты мәселе. Өйткені үлкен модельдердің тууы, оның инфрақұрылымдық шектеулері болды. Қазір реттеле бастады. Оның бәрі құнына байланысты, бағанағы капиталдық заттарға байланысты, оның бәрі шешіле бастады. Ал дәл осы уақыттан кейін нишалар неғұрлым индустрияға жақын, неғұрлым тереңдігі болатын нишаларға қарап отырсан, дәл соған ақша салу керек. Біз соған қазір келдік. Нарық циклдан шығып, енді пайда көрудің мәселесі шыға бастады. Модельдер пайда бастады. Бизнесқа тікелей байланысы бар, кейстер пайда болды. Ал дәл осы уақытта енді біз ақша сала бастадық. 24-те. Тағы да 2 компания бар, қазір зерттеп отырмыз, оған да салатын шығармыз. Одан бұрын кіріп кетсек, дұрыс болмаушы еді деп ойлаймын. Өйткені уақытты, таймингті. Ол бірінші, екінші біздің ақшамыз оған жетпейді бәрібір. Кішігірім қормыз. Ол ойын үшін бізде қазір $1 миллиард болу керек еді. Сонда біз бір жерге кіруші едік. Мүмкін емес. Қалай болатынын оны білмейміз. Жарайды, енді жалпы бізде ішкі неде AI, жалпы жасанды интеллекттің трендке қатты, өйткені жалпы хайп деп айтамыз. Орталық Азияда қазіргі кезде жасанды интеллектті түсінетін, трендтерді қайда бар жатқанын түсінетін адам жоқ. Әріптестердің бәрін алатын болсан, кім болсын? Ешқайсысы қайда бар жатқанын түсінбейді. Себебі бір ай сайын өзгерістер болып тұр қазір. Бір ай сайын, әрбір 30 күн жаңа инновация шығып жатыр. Disruption, отырған жерінен disruption шығып жатыр да, мен міне отырмын, ал міне стратегиямды реттедім, ал міне ақша таптым, сол күні disruption болады да. Өзгеріс, күнделікті өзгеріс болып жатыр. Қазір қайда кім қаратын білмейді, қайда бар жатқанын да білмейді. Үлкен трендтер жоқ әлі. Жалпы үлкен бір құбылыс болып жатыр. Бұл құбылысқа миллиардтап ақша салынып жатыр. Бәсекеге кірісіп кеткен, бұл тек қана AI-дің ар жақ бер жақ шаруасы емес, мемлекеттік тұрғыдан, әлем тұрғыдан үлкен соғыс басталған жатыр. Соғыс болғанда бәсеке, жарыс басталып кетті. Енді ол қай жаққа бұрылатынын ешкім білмейді. Ең қиыны сол. Сондықтан 2 стратегия бар. Нишаларды зерттеп, нишаларға ақша салу, біріншіден. Екіншіден, күту. Сенің ауыл капиталға байланысты. Егер капиталың көбірек болса, күту уақытын созуға болады. Капиталың аз болса, тәуекелге бел буып, секіріп, ішке кірісіп кету керек.
ол бұйырғаны болды, алған арғы жағын білмейсіз, сол риск қазір болып тұр. Әрине. Енді ол осылай біздің бизнесіміз де сол, бәрі тәуекел. Сондықтан венчурлық инвестиция өте тәуекелі жоғары деген бизнес қой. Оны түсіну керек, көп нәрсе оқу керек, көп нәрсе білу керек, әрдайым мыналармен қарым қатынаста болу керек. Онда біз өзімізді үлгермей жатырмыз шыны керек. Иә. Бұл қарқынның дамуы сол. Қалғандарымыз Орта Азия болсын, Шығыс Азия болсын, Ресей болсын, Африка болсын, Европа болсын, қалып қойған тұтынушылар болды. Қазір оларға сондай бір рөл беріп жатыр. Тұтынушы ретінде рөл береді, басқа жоқ ол. Европа қалып қойды. Мен өткенде саған айттым, қазір айтып жатырмын. Болды, олар уже үлгермейді. Олар бұрынғы жинаған терген байлықтардың арқасында, сосын отарлаған мемлекеттің жинаған байлық, ұрлаған байлықтың арқасында отырған мемлекеттер. Ол жерден шыққан инновация әзірше ешқандай дистрапшн жасаған емес. Қалып қойды. Цифрлық инновацияның қарқынынан қалып қойды олар. Хардвер бар әлі, инженеринг бар, механика, мынау машиностроение әлі де бар. Ол жақтан бір нәрсе шығу мүмкін. Бірақ цифрландырудан қалып қойды болды. Ал енді қуып жету ресурстар бар ма жоқ па, үлкен бір сұрақ. Сұрақ. Сондықтан мен саған айтып жатқаным, онда шектеулі мүмкіндіктер бар, шектеулі. Жалпы осы әңгімеңізді қорытындылай келейін, мысалы Европа қалып қойды, Қазақстан қалып қою деген өте алыста. Енді ортада болу керек. Қазіргі мен бір осы подкастымыздың соңында менің ойымша ол ең алдымен ол human capital, халықтың білімге құштарлығы, білімнің болуы. Білім деңгейі, Осы подкасттың жалпы мағынасы да осы қазақ аудиториясында білімге деген құштарлық, бір ынта көп болу. Сіздің енді соңғы сізді көріп отқан жас өзінің жаңағы жолын таппай, бірақ іштей дамығысы келетіндерге бір ең осы өмірлік тәжірибеңізден беретін бір кеңестеріңіз болса айтып кетсеңіз. Жоғары деңгейдегі қазір өзгерістердің қарқыны соншалықты тез болғандықтан қазіргі трендтерге мен қарай бермей, обнуление жасап, фундаменталдық негіздерге түсу керек. Ал сол жерге түсетін болсақ, ең бастапқысы ол адамның күнделікті қолданылатын, тікелей бірден қолданылатын скиллды не дейді? Қолынан келетін тәсілдері мен амалдары, солай деп айта салайық. Ал егер оған қарайтын болса, ең біріншісі фундаменталды ғылымдарды білу керек. Болды, математика ешқайда кеткен жоқ, физика кеткен жоқ, биология, химия ешқайда кеткен жоқ. Оны түсіну керек, ол принциптарды түсіну керек. Өзгерістің бәрі қайталып содан келеді, сол жерден алған. Ол көз, білден бір көз. Бұларды өте жақсы білу керек, тіл білу керек. Ағылшын тілі біріншіден, қазақ тілі біріншіден, одан кейін ағылшын тілі. Бәр жерде бір нәрсені айтамын мен. Қытай тілі, бірақ Қытайға бару сонда тұру керек 10 жыл, сонда нәтиже болады. Ағылшын тілі өте таза тіл, түсінікті тіл, алгоритм ретінде, математика сияқты ол. Түсінікті, ешқандай олқылықтар жоқ, бәрі түсінікті. Сосын ақпараттың көздері сонда. Соған қосымша нишалық тілдер бар. Жапон тілі болсын, испан тілі болсын, Қытай тілі болсын, қосымша ала беріңдер. Қалғаны керек жоқ, ешқайсы. Осы бар, спорт бар, музыка бар. Бұл екеуі, бұл да тіл. Мен үшін бұл да тіл, бұл да бір бүкіл вселенная. Музыкамен айналыса білген адам, дамыта білген адам, миында басқа бір әлем туады, нейрондар туады. Ол басқа бір ойлау қабілеті, басқаша сезу қабілеті, басқаша ақпарат қабылдау қабілеті. Бүкіл басқа бір өмір басқа бір әлем. Әлбетте спорт, денсаулық. Падаешь до базовых настроек дейді ғой. Мынау базовый настройкалар осылар. Осыны жібере болмасаң, екіншісі болып жатқан жаңалықтарға тез бейімделу. Еш нәрсеге жабысып қалмау. Болды. Кім екенін білу үшін қазақ тілін білу керексің. Құндылықтар да содан шығады. Одан кейін ағылшын тілі, одан кейін
бастапқы фундаменталды ғылымдар ешқайда кеткен жоқ, ешқайда кетпейді да. Бұл саған бір тұрақтылық береді. Қалғаны өзгерістер, күнделікті өзгерістер, осыған үйрену керек. Риск, тәуекелге үйрену керек, өз-өзіңді үйрету керек. Үшіншісі, ортада болу керек. Мына қазір екі тұрғы бар, екі тұрғыда қарастыруға болады. Адами капитал басқа жаққа кетіп жатыр деген уайым бар. Жалпы мемлекеттің ішінде уайым бар. Бұл мәселені көтеріп жатқан адамдар бар. Бір жағынан келісуге болады. Екінші жағынан келісе алмаймын. Өйткені біз ақпараттың көздерінде болуымыз керек. Дәл өзгерістер болып жатқан жерде өзіміздің адамдарымыз болу керек. Ортада болу керек. Оның басқа үйрену тәсілдері жоқ. Қазақстанда отырып, қазір силиконовая долина дейді, соның ішінде болып жатқан, кремниевая долина дейді, соның ішінде болып жатқан өзгерістерді түсініп, біліп, қарым-қатынас ойнап, байланыста болған адамдар ғана біз үшін, біздің көзіміз, біз үшін үйрену тәсіліміз сонда болу керек. Сондықтан Қазақстанда отырудың ешқандай, егер мүмкіндік болса, миың жетсе, қабілетің жетсе, соның ортада болу керек. Бізге ол керек. Ол біздің елшілеріміз, біздің көзіміз, біздің құлағымыз. Бірдей тұрғыда Азияда да болу керек. Өйткені Азияның бөлек бір кезеңі басталды. Бір қайтсам осы үш кеңесті бір жадын сақтап, осы қоғамды жалпы бір айтқандай ортаны қалыптастырайық. Менің ойымша бүгінгі подкастымыз өте қайтсам мағынаға толы болды. Сіздің оқиғаңыз, өкінішке орай уақытымыз тәмам. Бүгін бізбен бірге болған Әділ Нұрғожин, жалпы Инстаграмда таба алмайсыздар. Жалпы бірақ Фейсбукта бұл кісіге жазсаңыздар, әрқайсыңыз жауап беріп, бір кеңесін айтуға, менің ойымша. Фейсбукта бармын, LinkedIn'де бармын, қалғаны құртты, маған ол уақыт кетеді оған, маған уақыт жоқ. Инстаграмда қатты жазғыңыз келсе, онда Жанға жазыңыз. Жан өте Жанбек деген серіктесім бар, тікелей соған жаза берсеңіз болады, ол Инстаграмда бар. Жалпы бүгінгі сұхбатқа рахмет. Келесі кездескенше сіздермен бірге болған Инвест Дала подкасты осы ортаны бірге дамытып, бірге әрлендірейік. Рахмет.